бір күні бір бала болған ғой, тәттіні жей береді екен, жей береді, тоқтамайды. Сосын шешесі енді жаны ашып, балам, жемеш тәттіні, тәтті деген зиян, былай да айтады, бала түсінбейді екен. Сосын енді оны енді тәттіні доғарту үшін оны бір мудрец қалып барады. Ол мудрецтің аты Махатма Ганди. Ол шын болған, рас болған жағдай. Сосын жаңағы Махатма Гандидің алдына алып барады да айтады: менің балам тәтті жей береді, тоқтамайды. Не істесем болады? Жей береді, былай да айтам, түсінбейді дейді. Сосын енді Махатма Ганди былай тұрады да айтады: так, сендер в общем 30 күннен кейін келіңдерші, сосын айтам дейді. Деп түсін жаңағы шешесі, жарайды дейді да, 30 күн өтеді, 30 күннен кейін қайтадан келеді. Сосын қайтадан келгенде Махатма Ганди балаға келеді да айтады: балақай, сен бар ғой, тәттіні жей берме. Сен жей берсең, сен аузында тістерің бәрі бұзылып кетеді. Сосын сен тәттіні қоя аласың деген. То есть сенің сила волең жетеді деген, тәттіні қою үшін мен саған сенем деген. И все, болды, басқа ештеңе айтпаған. Сосын бара беріңдер деген шешесінің баласына. И біраз уақыт өтеді, біраз уақыттан кейін шешесі қуанып келеді. Мен сіздің сол айтқан сөздерінен кейін мен балам вообще жаңағы тәтті жемейді, бәрі күшті, бәрі жақсы деп. Сосын айтады: мен бірақ та бір затты түсінбей тұрмын дейді. Бір затты түсінбей тұрмын, Махатма Ганди, қалай сіз неге 30 күн күт деп айттыңыз, бір-екі ауыз сөз айту үшін деген. Сол кезде Махатма Ганди оған жауап береді: осы менің сөзім сенің балаңа өту үшін, менің сөзім убедительный болу үшін, мне самому пришлось отказаться от сладкого дейді. То есть мен өзім 30 күн тәтті жеген жоқпын, қант жеген жоқпын дейді, чтобы менің сөзім өту үшін. В общем, бұл жерде мағына неде? Бұл жерде мысалы сендердің сөздерің бұл жерде реально біреуге өту үшін сендер былай айтқанда должны соответствовать своим словам дейді ғой. В общем, айтқан сөздеріңе сай болу керексіңдер. Сол кезде адамдар сендердің айтқан сөздеріңе, то есть сендердің айтқан сөздеріңе сенетін болады. Мысалы андай болады ғой, клуб анонимных алкоголиков, клуб анонимных наркоманов деген. Мысалы жаңағындай бір наркоман болады, мысалы, который уж емделіп шыққан полностью. Сол жаңағындай зал собирать етеді, он жаңағындай действующий наркомандарын. И соларға жаңағы сөйлейді: мен менің наркотический зависимостьтен емделіп шықтым, бұл реально емделуге болады. И соны тыңдап отқан наркомандар оған сенеді, потому что ол адам, сөйлеп отқан адам реально жаңағы наркотический зависимостьтен емделіп шыққан. А енді былай ойлап қараңдаршы, представьте, мысалы, действующий наркоман келіп солай сөйлесе, адамдар сене ме оған? Наркомандар сене ме? Сенбейді әрине. Өйткені ол өзі жаңағындай наркотик тастай алмай жүрген адам.